Әлеуметтік кодексте балалы отбасыларды әлеуметтік қорғау шаралары көзделген. Олардың қатарына мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жүктілікке және босануға жаңа туған баланы асырап алуға байланысты әлеуметтік төлемдер кіреді. Егер сіз ресми түрде жұмыс жасап, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысатын болсаңыз, онда сізге жүктілікке және босануға немесе жаңа туған баланы асырап алуға бір жолғы төлем беріледі. Төлемге құқық жүктілігі және босану бойынша немесе баланы асырап алуға байланысты демалыс берілген күннен бастап туындайды. Мөлшері жеке есептеледі. Бұл сіздің соңғы 12 айдағы кірісіңізге және демалыс күндерінің санына байланысты болады. Төлемге жүгіну eGov.kz платформасы арқылы проактивті форматта SMS-пен немесе халыққа қызмет көрсету орталығы бойынша. Төлемге демалыс басталған күннен бастап 12 ай ішінде жүгінуге болады. Егер ауыр босанған немесе бірнеше бала туған жағдайда қайта есептеу жүргізуге өтініш беруге болады. Сіз үшін қорға төленген әлеуметтік аударымдарды eGov порталы екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталығында тексеруге болады. Толық ақпаратты қордың сайтына немесе әлеуметтік желілерінен біле аласыз.